Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл біздің түрік тілінің шетел тілі ретінде оқытылуы тақырыбындағы екінші видеомыз. Бұл видеода түрік тілі шет тілі ретінде қалай оқытылуы керек, шетелдіктерге қалай үйретілуі қажет, және мұны кімдер жүзеге асыруы тиіс, сондай-ақ түрік тілін үйренушілер нелерге мән бергені жөн, сол туралы айтамыз. Бұл жерде түрік тілін үйренушілер үшін де, үйретушілер үшін де өте маңызды мәліметтер, ақпараттар бар. Сондықтан видеоны соңына дейін көргендеріңіз сіздер үшін пайдалы. Жалпы қазіргі таңда түрік тілі сұранысқа ие, және түрік тілін үйренушілер де, үйретушілер де көп. Алайда сол түрік тілін үйретіп жүргендердің барлығы осы саланың маманы емес. Түркияда жасалған ғылыми зерттеудің нәтижесі бір ғылыми мақаладан алынды мына мәтін. Қазіргі таңда Түркияда түрік тілін шет тіл ретінде оқытып, немесе шетелдіктерге түрік тілін оқытып жүргендердің қандай мамандықты бітіргендігі жайлы. Олардың басым көпшілігі түрік тілі және әдебиеті мұғалімдігі, түрік тілі және әдебиеті, тіл білімі, қазіргі түрік тілдері, түркология сынды мамандықтарды бітірген түлектер екен. Сондай-ақ олардың арасында, яғни төмер түркше үйрету орталықтарында жұмыс істейтін мұғалімдер арасында мажар тілі, яғни мажар тану деген мамандықты бітіргендерден бастап француз тілі мұғалімдігіне дейін әртүрлі басқа мамандықтарды бітірген түлектер де бар екендігі айтылуда мына жерде. Жалпы төмерлерде түрік тілі үйрететін қызметкерлердің, мұғалімдердің басқа мамандықтардан да, педагогикалық бағыттағы басқа мамандықтардың түлектері арасынан да таңдала беретіндігін айтады. Алайда Юнус Эмре институты мен Түркия Мағариф Вакфы тек қана түрік тіліне қатысты бөлімдерді, кафедраларды, мамандықтарды бітірген адамдарды ғана түрік тілі мұғалім ретінде жұмыспен қамтамасыз ететінін айтуда. Бірақ түрік тілін тек қана төмер, Юнус Эмре институты және Түркия Вакфы сияқты мекемелер, ұйымдар ғана емес, одан да бөлек жекеменшік орталықтар, жекелеген адамдар және тағы басқаларда үйретіп жүр. Ал енді сол жекеменшік орталықтардың, жекелеген адамдардың қандай мамандықты бітіргендігіне келетін болсақ, олардың әртүрлі мамандықтардың түлектері екендігі, яғни тарих, экономика, археология сияқты түрік тіліне де, түрік тілін шет тіл ретінде оқытуға да қатысы жоқ салалардың түлектері екендігі анықталған. Жалпы түрік тілін кім оқыту керек, кім үйрету керек? Тек қана түрік тілін бітіру ол да жеткіліксіз түрік тілін үйрету үшін. Себебі түрік тілі әдебиеті деген кафедраның ішінде көне түрік тілі, көне түрік әдебиеті, түрік халық әдебиеті, жаңа түрік тілі және жаңа түрік әдебиеті деген сияқты мамандықтар бар. Бұлардың ешқайсысында түрік тілінің шет тіл ретінде қалай оқытылатындығы үйретілмейді. Себебі бұлардың аттары да айтып тұрғандай, кейбірі көне замандағы біздің тілімізбен және әдебиетімізбен байланысты болса, кейбірі тек қана халық әдебиетімен байланысты мамандықтар. Ал енді мына соңғы екеуі, ені түрік әдебиеті, ені түрік дили, бұлар жаңа түрік әдебиеті және жаңа түрік тілі. Олардың да түрік тілін шет тіл ретінде оқытуға ешқандай қатысы жоқ. Ал енді бұлардан бөлек түрік тіліне қатысты Чağdaş Türk лекшелері ve әдебиатлары деген мамандық бар. Бұл қазіргі түркі халықтарының тілі мен әдебиетін оқытатын мамандық. Және түрк халық білімі, түркология, түрк тілі ve әдебиаты eğitimi. Түрк тілі ve әдебиаты eğitimi бұл Түркиядағы түрк балаларына мектептерде сабақ беретін мұғалімдерді дайындайтын кафедра және сол мұғалімдерді дайындайтын мамандық. Ал шетелдіктерге түрік тілін үйрететін, оқытатын мамандарды дайындайтын мамандық бұл Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi деп аталады. Яғни түрік тілін шет тіл ретінде оқыту дейтін мамандық бар. Міне осы мамандықты бітірген түлектер түрік тілін оқыту керек, үйретуі керек. Себебі бұл мамандықта оларға түрікшені шет тіл ретінде қалай оқыту керектігінің
қыр-сырын, барлық бағдарламасын А-дан З-ға дейін басынан бастап бәрін үйретеді. Жалпы түрік тілі қалай оқытылады, қалай оқытылуы керек дегенге тоқталатын болсақ, ең алдымен түрікше үйренушілерді екі топқа бөліп аламыз және соған қарай бағдарлама жасаймыз. Жалпы түрік тілін оқытуды екіге бөліп қарастырамыз. Ябанжыларға түрікше öğretimi, түрік сойлыларға түрікше öğretimi. Бұл жерде түрік сойлылар деп отқанымыз түркі тектестер, түрік халықтарына түрік тілін оқыту және шетелдіктерге түрік тілін оқыту. Түркияда түрік тілін шет тіл ретінде оқытуды осылай екіге бөліп қарастырады. Себебі түрік халықтарының тілдері түрікшеге ұқсас, салт дәстүрі, мәдениеті, тарихы барлығы ортақ болғандықтан тілдері де ұқсас. Тіпті Әзірбайжан, гагаузия тілдері түрікшеге өте жақын. Сондықтан түрік халықтарын бөлек бір сыныпта оқытады оларға, және өзге шетелдіктерді, европалықтар, америкалықтар, африкалықтар деген сияқты өзге ұлт өкілдерін бөліп алады. Себебі бұларды араластырып бір сыныпта түрікше үйрететін болса, түрік халықтары тез түсінеді, тез үйренеді, ал өзге ұлттан келген басқа үйренушілер оларға ілесе алмай қалады. Алайда түрік халықтарының өзін өз ішінде бөліп алады. Мысалы, түркі тілдері білесіздер, Оғыз, Қыпшақ, Ұйғыр деген сияқты болып бөлінеді. Және бұлардың арасындағы Оғыз тілдері Түркия түрікшесіне, түрік тіліне өте жақын. Ал енді біздің мынау Ресей Федерациясының құрамындағы Сибириядағы түркі халықтарының тілдері түрікшеге ұзақтау, мысалға чуваш тілі, хакас тілі деген секілді тілдер. Сондықтан оларды өзге түркі халықтарынан бөлек бір сыныпқа жинап, оларға бөлек үйретеді. Яғни ең бастысы түрік халықтарына бөлек және шетелдіктерге бөлек үйретіледі түрік тілі. Сондай-ақ түрік тілін үйрететін кезде біз бағдарламаны және оқу материалдарын дайындау барысында мына екі нәрсеге назар аударамыз. Бұл біздің түрік тілін үйренетін немесе біз сабақ беретін аудитория. Сол аудиторияға қарай да біз екі топқа бөлеміз. Çocuklara Türkçe öğretimi ve yetişkinlere Türkçe öğretimi. Балаларға түрік тілін оқыту және ересектерге түрік тілін оқыту. Қай тілді болмасын, жалпы балаларға бөлек, ересектерге бөлек бұларды бір-бірімен араластырмай үйретеміз. Балалардың өзін тіпті өз ішінде бөліп аламыз жасына қарай. Мысалға 3 жасқа дейін, 3 жастан 6 жасқа дейін, 6-9 жас, 9-15 жас деген секілді балалардың өзін әртүрлі жасына қарай топтарға бөліп, соған қарай үйретеміз түрік тілін. Жалпы дұрысы солай үйретілуі керек. Түрік тілін үйрететін аудиториямыздың бұл тілді қандай мақсатта үйренетіндігі де маңызды. Сол мақсатына қарай біз тіл үйретуді үшке бөліп қарастырамыз. Genel amaçlı Türkçe öğretimi, akademik amaçlı Türkçe öğretimi ve özel amaçlı Türkçe öğretimi. Genel amaçlı Türkçe öğretimi дегеніміз бұл жалпы мақсаттағы түрік тілін оқыту. Жалпы мақсат деп отырғанымыз, яғни деңгейлерді А1-ден бастап 5 деңгейді оқытуды genel amaçlı деп айтамыз, жалпы мақсаттағы. Яғни бұл жердегі мақсат жалпы түрікшені үйрену. Онда деңгейлермен үйретіледі. Академик amaçlı дегеніміз бұл сол жалпы мақсатта 5 деңгейді үйреніп болғаннан кейін, одан кейінгі кезең академиялық мақсатта түрік тілін үйрену. Академиялық мақсат дегеніміз жаңағы университетте оқитын студенттердің өздерінің ғылыми жұмыстарын, мақалаларын, жобаларын жаза алуы үшін академиялық жазылымды түрік тілінде қалай жүзеге асырады, соны үйретуге арналған курс. Ал енді özel amaçlı бұл арнайы мақсаттағы тіл үйрену. Түрік тілін арнайы мақсатта қалай үйретеміз? Яғни әртүрлі саланың мамандарына, өкілдеріне түрікше үйретуді біз арнайы мақсаттағы түрікше үйрету деп айтамыз. Мұның ішінде әскери қызметкерлерге, дәрігерлерге, туристік мақсатта банк қызметкерлеріне деген сияқты кәсіби түрік тілін үйретеміз оларға.
Жалпы түрік тілін қай деңгейді қанша сағат үйреткен дұрыс? Үйренуші бір деңгейді қанша сағатта үйрене алады? Соған тоқталсақ, себебі қазіргі таңдағы біздің еліміздегі тіл үйренушілердің білуі керек, үйренушілердің де, үйретушілердің де білуі керек. Ең маңызды нәрсе ол осы сағат мәселесі. Мысалы, әлемнің 90-нан астам 100-ге жуық елінде түрік тілін оқытып жүрген, түрік тілін үйретіп жүрген Юнус Эмре институты әр деңгейді 144 сағаттан оқытады екен. Мысалы, А1 деңгейі 144 сағат, А2 деңгейі 144 сағат, сонда жалпы 5 деңгей 720 сағат болады. Ал Гази университеті төмерде, Гази университетінің төмерінде болса, бір деңгей 175 сағат оқытылады. А1 175, А2 175, енді мына жерде назар аударсаңыздар, С1 деңгейі 250 сағат. Сонда жалпы 5 деңгейді 950 сағат үйретеді екен. 950 сағаттық 5 деңгейде бітіргеннен кейін, жаңа айтып өткен академик түркше, яғни академиялық мақсаттағы түрік тілі оқытылады. Ол да 140 сағат. Сонда Гази университетіне түскен шетелдік бір студент бір жылдың ішінде 1090 сағат түрік тілі курсына қатысады. Анкара Йылдырым Бәйазыт университетінің дилмері, ол жерде де бір деңгей 175 сағат, сонда А1, А2 бастапқы деңгей 350 сағат, Б1, Б2 орта деңгей 350 сағат, ал жоғары деңгей С1 деңгейі 260 сағат. Жаңа Газидіңкінен 10 сағат көп, сонда 960 сағат оқытылады Анкара Йылдырым Бәйазыт университетінде. Жалпы Түркияда шетелдік студенттерге төмерлерде, дилмерлерде 10 айдың ішінде 950-960 сағат түрік тілі оқытылады, және студент, осы тілді үйренуші 5 деңгейді меңгеріп шығады. Біздің елде қандай? Біздің елде Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің лингвистикалық орталығында бір деңгей 80 сағат оқытылады екен. 5 деңгей жалпы алғанда 400 сағат. Жаңа Түркиядағы сағаттарды айттық. Жалпы сағаттарды 720, 950, 960. Ал Қазақстанда 400 сағат екен 5 деңгей. Әрине, басында да айтып өткеніміздей, тілді тек қана университеттер, орталықтар, ресми мемлекеттік мекемелер ғана оқытпайды, үйретпейді. Одан бөлек жекелеген адамдар да түрік тілін үйретуде. Қазіргі таңда Инстаграм желісіне кіретін болсаңыз, түрікше үйретемін деген өте көп жарнаманы көресіз. Мен өзім сол тіл үйретушілердің көбісіне хабарласып көрдім, көбімен сөйлесіп сұрадым. Сонда олардың көпшілігі бір деңгейді 18 сағат пен 36 сағат арасында үйретеді екен. Түркияда орташа есеппен 160-175 сағатта оқытылатын бір деңгейді бізде Қазақстанда жаңағы тіл үйретіп жүргендер 18 сағат пен 36 сағат аралығында үйретеміз дейді. Ал Түркияда 2-3 айда тек қана бір деңгейді меңгеріп, бір деңгей үйретілетін болса, біздің елдегі тіл үйретушілер 2-3 айдың ішінде 5 деңгей үйретеді екен. Енді олардың айтысы. Сондай-ақ көбісі видео сабақтарды сатады, және көбісінің осы тіл үйретуі, жаңағы 18 сағаттық, 36 сағаттық тіл үйретуі бағдарламасыз, жүйесіз түрде жүзеге асырылады. Енді түрік тілін мүлде білмейтін адамдар үшін бұлардың түрікшелері бір керемет болып көрінуі мүмкін. Алайда түрік тілін жетік меңгерген, Түркияда 9 жыл тұрған, осы саланың білікті маман ретінде мен айтар едім, олардың өздерінің түрікше үйренулері керек ең алдымен. Себебі түрік тілін жетік білмейді басым көпшілігі. Енді түрік тілін үйренемін деушілерге мынадай кеңестеріміз бар. Егер сіз түрік тілін үйренуді
қолға аламын, түрікше үйренемін дейтін болсаңыз, сол курсқа, қандай да бір курсқа жазылардың алдында мына сұрақтарды қойғаныңыз дұрыс. Біріншіден, бір деңгейді қанша сағат оқытасыз деп сұраңыз. Жаңа айтып өттік видеомызда, Түркияда бір деңгей 144 сағат, 175 сағат, 180 сағат деген сияқты 160 сағат, енді әр төмерде, әр орталықта әр түрлі, бірақ ең кемі сол 144 сағат оқытылады. Егер біз бір деңгейді 16 сағатта, 18 сағатта, 24 сағатта үйретеміз дейтін болса, ол өтірік нәрсе. Яғни Түркияда тұрып, сол ортада жүріп, шетелдіктер, оның ішінде біздің түрк халықтар да бар, қазақтар да бар, басқалар да бар, бір деңгейді 160-175 сағат оқып атқанда, біздің елде 16 сағат, 18 сағатта үйретемін деу, бұл ақылға қонбайтын нәрсе. Екіншісі, сол түрк тілін үйрететін адамның өзінің түрк тілін шетел тілі ретінде оқыту бойынша арнайы сертификаты бар ма? Сол мамандарды дайындайтын курсты тамамдаған ба? Соны сұраңыз. Себебі көпшілігі түркше білеміз, түркшені үйретеміз дейді. Алайда тілді білу мен тілді үйрету, бұл екеуі екі түрлі нәрсе. Тіпті мен түрк тілін бітіргем, екі шет тілін бітіргем десе де, осы сертификатты талап ету керек, сұрау керек. Себебі біздің елдегі университеттерде екі шет тілі мамандықтарында түрк тілін шетел тілі ретінде қалай оқыту керектігі, оның методикасы, оның қыр-сыры үйретілмейді. Мен бұны сол мамандықтарда сабақ беретін университеттің оқытушысы ретінде айтып отырмын. Сондай-ақ түрк тілін үйрететін адамның өзінің деңгейі қандай екен, соны сұраңыздар. Түрк тілінің деңгейі қандай? Юнус Эмре институтының ТС түркше жетерлік сынабы деген емтиханы бар. Сол емтиханға кіріп, С1 сертификатын ала алған ба? Жаңа айтып өткенімдей, түркше үйретеміз деп жүргендердің өздерінің түркше үйренулері керек ең алдымен. Төмерден сертификатым бар, арнайы курсты бітіргем Қазақстанда деген нәрселердің барлығы ол жай сөз. Түрк тілі бойынша халықаралық стандарттарға сай, халықаралық жарамды жалғыз сертификат бар. Ол осы Юнус Эмре институтының ТС емтиханынан алынатын сертификат қана. Міне осы сұрақтарды қойып, сұрап, осыларға біздің видеомызда айтылғандай жауап беріп тұрса, онда еш ойланбастан ол курсқа жазылуыңызға болады. Ал олай болмаса, босқа ақша құртпастан, тек қана ChatGPT-мен немесе YouTube'дағы видеолармен, не болмаса басқа да платформалармен, қосымшалармен өзіңіз үйренсеңіз, одан әлдеқайда жақсы үйренесіз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.